Өз әкесі екен. Алматыда шығыс айналма жолының бойында шала жансар күйде кілемге ораулы жатқан жерде табылған баланы көлік қақпаған туған әкесі. Соңынан еріп шыққан ұлын өзі таспен басынан ұрыпты. Мұрат Асқароғлы сол сәтте мас болғандықтан аяғына оратылған баланы мазасын алғанын айтуда. Адам жоқ, қуыста өз ұлын ұрып жығып сасқаннан автобусқа отырып кетіп қалған. 4 жасар Мұхаммедті қара түсті көлік қақты деген келіншек те тергеушілерге өтірік ақпарат бергенін мойындады. Жоқ жүргізушіні осы уақытқа дейін іздеп таппаған полиция отбасынан сезіктене бастапты. Ақыры бейне жазбаларды қайта қарап, онда әкесі баласын жетектеп бара жатқан кадрларды байқаған. Сөйтіп сәби табылған жердегі шөпті шауып, қылмыс құралы қанға боялған тасты да тауыпты. Дәрігерлер де бүлдіршіннің жарақаттары жол апатынан болмаған деген тоқтамға келіпті. Қазір әкесі жыларман болып бүкіл елден кешірім сұрап отыр, бірақ қатыгез әке де тергеушілерді шатастырған куәгер келіншек те сот алдында жауап бермек.